рух беріп отыратын бойтұмарымыз секілді деп айттыңыз. Ал қазір ондай бойтұмарлар жоқ па, әлде бойтұмарды қажет ететіндер табылмай жатыр ма? Негізі бойтұмарды қажет ететіндер табылмай қалған шығар. Негізі бұл мен бірнеше рет айттым, намекті бердім, айттым. Енді мына айтады ғой, бойтұмар орысшасы жаңа не деуші еді орысшасын, бойтұмардың орысшасы айтады ғой, сондай болу керек деген кезде енді министрліктен қателік кетті ме, спорт комитеттен қателік кетті ме, әйтеуір қол бұлғап, иә келеміз, хатты жібереміз деді да кете барды. Бір сөзбен айтқан кезде бізді керек қылмады. Айтады ғой, сондықтан да мен ойлап отырмын, бойтұмарды қажет етпеген шығар. Ал кезінде министрлікті басқарып отырған Темірхан Досмұхамбетов, Аманша Ақбаев ағамыз, Дәулет Тұрлыханов ағаларымыз міндетті түрде Олимпиадаға Жақсылық Шүкемпіров ағамызды алып алатын. Ол кісі бізге кәдімгідей рух беріп, айтады ғой, кәдімгідей көтермелеп бізді, жарайсыңдар жігіттер, алға деп бізді қолдап жүретін. Ал қазір ондай спортшылар бармады, бірақ енді Геннадий Головкин барды ғой. Геннадий Головкиннің өзіне тұрады. Бүкіл дүние жүзінің чемпионы, Афина Олимпиадасының күміс жүлдегері. Бірақ қанша дегенмен мен айтамын да, енді мына команданың көбісі айтады ғой, титульный нация дейді. Қазақтар, олар қазақ болғаннан кейін сондай бір жақсы сөзді қазақша естісі келеді. Сондай бір бойына күш қуат беретін сөзді қазақша естісі келгеннен кейін, енді Геннадийдің енді қаншалықты қазақшасы екені, жақсы екенін бәріміз білеміз ғой. Дегенмен де керек сөзді, керек моментте айтатын кездер болады. Оны айта білу керек. Балалардың психологиялық тұрғыда оларды құлпаштай білу керек. Сол моменттерді көбісі жіберіп алып жатады. Мен ойлаймын, енді бойтұмардың орысшасы айтады ғой, қалай еді орысшасы? Енді былайша айтқанда рухтандырып, жігерлендіріп отыратын, көзіне от салып. Қазақша интервью беріп отырмыз, сондықтан қазақша сөйлей берейік. Бойтұмарды кейбіреулер түсінбей қалуы мүмкін да, сондықтан талисман деп айтады. Талисман победы, дұрыс айтасыз, талисман победы. Сондықтан да бойтұмар деген талисман победы. Сол талисман победаны Қазақстанда қалдырып кеткен сияқты. Түсінікті. Күні кеше Мырзағали Айтжанов бастаған бапкерлер құрамасы толық жаппай жұмыстан шеттетілді. Өзіңіз куәсіз. Енді артынша Бақыт Сәрсекбаев айтты, Мырзағали жарығын сөндірген боксты қайта жағуға көп уақыт қажет деп пікір білдірді. Сіз не дейсіз? Енді мен олай слишком драматизировать еткім келмейді. Неге десеңіз, айтады ғой, біздің боксымыз қатты төмен құлап кеткен ешқандай жағдай жоқ. Енді Мырзағали Айтжанов біздер жақсы білеміз, Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы. Ол енді бүткіл Қазақстан құрама командасын ол жаққа жеңілейін, ұтылайын деп барған жоқ қой. Жеңейін, абыройлы оралайық, жігіттеріміз чемпион болсын деген ниетпен барды. Бірақ сәтін салмады. Бірақ Мырзағали Айтжанов ол бар тәніменен, мәніменен боксқа берілген азамат. Ол мысалға ертеңгі күні сіз оған директор болыңыз, я болмаса басқа да бір үлкен саланы басқарыңыз десе, ойда жоқ. Мен қолымнан тек бапкерлік келеді, мен бапкер боламын. Оның Сәкен Бибосынов, Біржан Жақыпов, Қайрат Ералиев деген жеке шәкірттері болды. Олармен бәрі әлем чемпионы болды. Тек бір медаль жетіспеді, ол Олимпиаданың алтын медалі. Соған талпынып еді, бір сөзбен айтқан кезде сәтін салмады. Сондықтан келесі Олимпиада ойындарында сол тұғырды бағындыруға іс-әрекет жасайтынына мен толық сенемін. Осы бапкерлік құрамнан кім көрінеді деп ойлайсыз? Бас бапкер кім болады деп ойлайсыз? Өзіңізге ұсыныстар, шақыртулар түсті ме? Себебі бір сұхбаттарыңызда айтып қалдыңыз, жаттықтырушы болуға қарсы емеспін, ниетім бар деп бұрындырақта айтқансыз. Айттым, мен негізі 2002-2004 жылы бас бапкер болғам. Кезінде Геннадий Головкин, Бақтияр Артаев, Галиб Джафаров, өзіңіз білесіз. Осындай Сергей Леу сияқты мықты боксшыларды бапкерлік жасағам. Оларды Олимпиада ойындарына, әлем чемпионаттарына бергем.
апарған. Құдайға шүкір, көрсеткішіміз жаман емес. Бірақ 2000 жылғы менің бапкерім Тұрсынғали Идилов жеткен жетістікке әлі ешкім жете қойған жоқ бас бапкерлерден. Ол кезде Афина олимпиадасында 1 алтын, 1 күміс, 1 қола медаль болған. 3 медальменен қанағат тұтып, соның өзінде үлкен бір, айтады ғой, үлкен мейрам болып, үлкен қуаныш болып қайтқанбыз. Ал енді маған ұсыныстар түсіп жатқан жоқ ол туралы, бас бапкер болыңыз деп. Бірақ мен бас бапкер болғам. Сондықтан мен ойлап отырмын, мен егер даже бас бапкерлікке шақырса да, мен айтар едім, енді бапкерлер бас бапкер болсын. Ал мені егер шақыратын болсаңыздар, ұлттық құрамаға тренер, консультант болып баруға дайынмын деп. Түсінікті. Ардагер спортшы, қоғам қайраткері Амалбек Тышан ағамыз сұхбаттарының бірінде Махмұд Сабырхан мен Сәкен Бибосыновтың салмақ дәрежесін өзгерткен үшін және олардың сәтсіздігі үшін Мырзағали Айтжановты кінәлады. Бұл бапкердің жасаған үлкен қиянаты деп кесіп айтты. Бұл туралы не дейсіз? Қиянаты деп енді ол да драматизировать етіп жатыр. Мен қиянат деп айтпай қояйын, бірақ асығыс шешім енді көрініп тұр. Мысалға Азия ойындарында да Сабырхан Махмұдты көрдік, Олимпиада ойындарында көрдік. Енді 57-ге бойы да аласалау, физикалық тұғырдан да келмейді. Ол 51-дің емес, нағыз 54 килограмм салмақ дәрежесінің боксшысы. Бәлкім енді жастар ғой бәрі, бәлкім енді тағы да 1-2 жыл өткеннен кейін бой жағынан қосатын шығар, салмақ жағынан қосатын шығар, 57-ге жақындап қалады, 57-ге. Ал осы бүгінгі таңда оны 57-ге ауыстыру асығыстық шешім болды деп айтамын. Желіде өзбек, қазақ боксшыларын салыстырып жатқандар өте көп, өзіңіз де білесіз. Әсіресе осы боксқа, олимпиадаға жұмсалған қаржы 660 миллион доллар, Қазақстан жұмсаған. Ал Өзбекстан жұмсаған 160 миллион доллар. Екеуінің арасы 4 еседей, 3-4 есе. Бірақ жетістігіміз де дәл сондай болып отыр. Кері кетіп отыр. Бұл туралы не дейсіз? Қазақстан мен Өзбекстан боксшыларын салыстыруға келмейді деп айттыңыз. Енді айтады ғой, біреу 160 миллион доллар, біреу 660 миллион, ол қай жерден алынған цифра? Оны шынына келген кезде түбіне жетіп, ақиқатына жетіп ешкім дәлелдеген жоқ, айтқан жоқ. Біреудің ойына келді 160 миллион деп, ол Өзбекстанның олимпиадаға дайындаған, жаратқан қаражаты сонша болғаны қаяқтан біледі ол? Мысалға, ол Өзбекстанға барып келді ма, министрдің интервью алды ма? Ол ешқандай интервью алған жоқ. Немесе Қазақстан сонша миллион ақша жаратты деп оған кім мәлімет берді? Мысалға, онда ешқандай мәлімет алған жоқ. Олар айтады ғой, ойына келген бағаны айтты, сол баға айтады желіден желіге тарап сөйтіп кете барды. Сондықтан енді сөз жоқ. Қазақстан айтады ғой, Өзбекстаннан қарағанда экономикасы әлдеқайда ілгері тұрған. Және біздер көп қаражат жарататынымыз анық. Бірақ біздер айтады ғой, бір 150-ге тарта спортты дамытамыз Қазақстанда. Қысқы спорттың түрлері бар бізде. Енді Өзбекстанда тек қана жазғы спорттың түрлері, және ол 15 ба 16 спорттың түрлерін дамытады. Ал бізде қысқы спорттың түрлерін дамытамыз, жазғы спорттың түрлерін дамытамыз. Өзіңіз білесіз, Владимир Смирнов сияқты, немесе жаңа хоккей сияқты, сондай айтады ғой, қымбат спорттың түрлерін дамытамыз. Сондықтан біздерде айтады ғой, на самом деле дейді ғой, енді 660 миллион доллар кетіп те қалған шығар. Оны мен айтады ғой, қазір дөп басып айта алмаймын. Менің цифраларым қателік болуы мүмкін. Сондықтан осы тұғырда без комментарий дейді ғой, мен арғай тереңірек кірмей қояйын. Енді өзіңіз біраз жыл басшылықта болдыңыз, бас бапкер де болып қызмет атқардыңыз. Білесіз ғой бұл жүйенің қандай екенін. Менің айтқым келгені қазақ, өзбек спортшылары туралы. Күні кеше осы студияда сұхбат берген сіздің бапкеріңіз, ұстазыңыз Тұрсынғали Еділов мырза айтты. Кезінде сіздерді басқа Қытай болса да өзбектерден ұтылуға қақыларың жоқ
мектеп үйрететінбіз деді. Ал өзбектер осы жыл енді ағайынымыз ғой, жаман ой емес әрине, бұл жай ғана салыстыру, 5 бірдей алтынды жеңіп алды бокстан, ал бізде бір күміс, бір қола. Қалай бұл дәрежеге жеттік біз? Енді бұл дәрежеге жетудің бір енді себептері бар, сөз жоқ. Ол мысалға есіңізде болса 2020 жылы декабрьде пандемия кезеңінде 2020 жылы декабрь айында бокстан олимпиадалық даярлау орталығын жапты. Ол өзінше мемлекеттің жеке кәсіпорны болды. Олимпиадалық даярлау орталығы. Ол немен айналысатын? Ол Қазақстан Республикасының жасөспірімдер, кіші жасөспірімдер, жастар құрама командасын қаржыландырып, соларды әлем чемпионаты, Азия чемпионаттарына апарып, қомақты қаражат жаратып, ол министрліктің кәсіпорны етін, туризм және спорт министрлік кәсіпорны етін. Сол орталықты жапты.